Сәлеметсіз бе құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Дар үшін жаман жаңалық видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Өткен аптада 24 және 30 сәуір аралығында республиканың сауда биржасында 24 триллион көлеміндегі мақта майы сатылған. Бұндан көруге болады, бұл өткен айға қарағанда 1,5 есе мөлшерде көп. Бұл дегені 25%-ға өте үлкен сомада көбейген. Бұл туралы сауда биржасы хабарлайды. Өткен аптада сауда биржасында 18,4 миллион сомдық мақта майы сатылған. Өткен апта сауда көлемінде 18 мың литр көлеміндегі мақта майы сатылған. Яғни бұл 25-24 отбасын қамтиды. Ал бұл есе мақта майының сомасының арзандауына алып келеді. Яғни мұнда 14 мың барлық мақта түрлері үшін 1 тоннамен шаққанда 14,2 миллион сомнан 12,2 миллион сомға кемейді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.